Құрметті оқушылар, біз бүгін 5-ші сыныптың 1-ші тоқсанындағы жиынтық бағалауын, яғни қарастыратын боламыз. Яғни бұл 1-ші бөлім бойынша жиынтық бағалау, яғни БЖБ, home and away деп аталады, яғни жалпы үй немесе отбасы және айналамыздағы адамдар. Жалпы бізде БЖБ көбінесе 2 тапсырмадан ғана тұрады, және бізде ол екеуі қосылып кеткен мінекей. Яғни бұл біздің мынау үлгі, барлық мұғалім осымен алады деген сөз емес, бірақ бұл, яғни үкіметтің бізге үлгі ретінде дайындап бергені, сондықтан мұғалім осы жиынтықты алып қалуы мүмкін. Жалпы 15 минутта жазылу керек деп жазылған, немесе бұл бізде 20 минут, солай 25 минутқа кейде созылады. Жалпы БЖБ сабақтың жартысына дейін орындалу керек. Listening and speaking біздің жағдайымызда тыңдалым және айтылым. Work in pairs, яғни жұппен жұмыс жаса дейді. Ask and answer 3 questions about the place you live in. 3 сұраққа жауап бер дейді, сенің өмір сүріп жатқан жерің туралы. The following words will help you to make a dialogue. Мына келесі сөздер бізге диалог құрастыруға көмектеседі. Бұл жерде неге listening деген мен түсінбей отырмын, бірақ бұл бізде speaking мүмкін оқушы бір-бірін тыңдау арқылы диалог құрылады деген сөз шығар бұл жерде. Яғни дескрипторлар бізде оған қанша балл беріледі екен? 7 балл беріледі екен. Бізде нақты жауап жоқ, себебі әркім диалогты әртүрлі құрайды. Жалпы сұраққа дұрыс жауап беру, сұрақ сұрауы, жауап беруі, және бізге сөздікті пайдалануы осы тақырып бойынша, сөздерді дұрыс дыбыстауы, фразалар, және логикаға сай дұрыс құралған сөйлемдер. Make natural pauses, яғни дұрыс пауза жасау, тоқтау, үтірде немесе нүктеден кейін. Talk coherently, яғни бұлда қалай айтсақ болады, яғни дұрыс дыбыстау, дұрыс айту. Provides grammatically correct sentences, яғни сөйлемдер грамматикалық тұрғыдан дұрыс құралған. Осының барлығына бізде 7 балл беріледі. Значит, біз соған назар аударуымыз керек екен. Енді біз диалогты құрауды бастайық. Бізде беріліп тұрған сөздерді айтып кетейін. Айтпақшы мінекей apartment, flat дейді, немесе бұл кәдімгі квартира. House, үй, bedroom, жатын бөлме, bathroom, жуынатын бөлме, kitchen, асхана, dining room, яғни бұл қонақ күтетін бөлме деп айтады, немесе тамақ ішетін бөлме, living room, өмір сүретін бөлме тікелей аударғанда, яғни бұл да көбінесе жұмыс жасайтын бөлме. Roof, бұл шатыр, екеуі екі түрлі болу керек, яғни арасында үтір болу керек. Roof, wall, қабырға, window, терезе, door, есік, small, кішкентай, big, үлкен, beautiful, әдемі, yard, аула, floor, яғни бұл пол, еден, яғни there is, бір нәрсе айтқанда, there көп нәрсе бар деп айтқанда, the room has, бөлмеде бар, on the right, оң жақта. Енді біз бұлай диалог құрауға тырысайық, А, Б деп алайық. Бұл бізде үлгі болып көрсетіліп тұрсын. А, Б деп қазір жазып алайын. Неке осы жеткілік шығар. Енді әрине сендер басында hello, hi, how are you дегенді қосуымыз керек. Оны да жазып кетейін. 5-ші класс болғандықтан кейбір балалар дұрыс жазылуын да білмейтін болуы мүмкін. Hello, how are you деп екеуін бірге қосайын. Қалың қалай дегенді. Hi. I'm super. And you. Сен ше. I'm okay. Яғни осы ок деп оқымаңдар, осы сөзді okay. Бұл негізі қысқартылған сөз, сондықтан бас әріптермен жазылады окей деген сөз. Енді біз өзіміздің тұрып жатқан жеріміз туралы айту керекпіз. Сондықтан about the place you live in деген жерін алсақ болады. Маған айта аласың ба дегенде can you tell me about, дәл жаңағы сөзді аламыз. The place
you live in немесе бұны тек қана about your house деп алсақ та болады. House деген сөз қолданайық. Өзің үйің туралы айта аласың ба? Of course. Немесе sure деп айтсаңдар да әрине. I live in a big house деп алайық. Big apartment деген сөзді қолданайық, иә. Үлкен квартирада тұрамын. Квартирада тұрамын, бірақ үлкен. Мен сөздерді қолдануға тырысып жатырмын да. Енді бұл жерде менің соны сипаттағым қалайсың ба деп, немесе сен ше деп айтсақ болады, иә. Сен де ма дегенді, and you too, сенде де сондай ма деп айтсын, иә. Екінші айттым, жоқ, мен үйде тұрамын дейді. No, I have small house. Менде кішкене үй бар. Үй бар, бөлек тұрамын. Яғни бөлек үй бар, квартира емес, бірақ кішкентай. Small да қолдандық міне. I have a small house. Бізге сұрақ керек, бізде 3 сұрақ болу керек қой. Мұны сипаттай аласың ба деп айтылайық, иә. Немесе ол қандай деп сұрайық. What is like it? What? Дұрыс құрған жоқпын. What is it like? Бұл қандай дегенде. What is it like? Яғни ол неге ұқсайды, қандай деген кезде біз like пен бір аламыз. Сонымен жауап берсек, it's like немесе бірден. Онда бар деп кетейік. There are дегенді қолданайық. There are. Жүрі бәрін жаза берсеңдер болады. Bedroom, bathroom, анау деген бәрін осы жерге жазады. Oh, good деген сияқты нәрселер қосып қояйық. Oh, good. So do I десеңдер, я менде де сондай деп айтып жатыр, иә. Тағы сұрақ қойсақ, нені қалдырып кеттік? On the right. Өзің бөлмені сипатта деп айтсақ болады, мысалға. Can you describe сипаттау? Can you describe your bedroom? Бұл бізде үшінші сұрақ. Yes. Ода не болады? Window, door дегендерді осы жерге қолданайық. On the right. Бірінші. There is. Window. Жерде бар ол жақта. On the right and не көпшетірін ойық. There are. Ол қабырға. And the door. Есік, яғни on the left дегенді алайық, сол жақта. Дегенді сендер үйрендіңдер, иә, 5-ші сыныпта. I think бұл әдемі деп ойлаймын. I think it is beautiful. Nice to meet you. Мені кездестірме қуаныштымын. You too. Сені де көргеніме қуаныштымын. Bye деп аяқтаймыз. Адамға да жаза салады. Бай деп. Мінекей бізде қысқаша дайын болды, осылай. Тағы да сұрақтарың болса, комментарийға жазып, түсінбей қалған жерлерің болса сұрауға болады. Және алда әлі де көптеген жиынтықтар болады. Менің каналымда 2-ші тоқсаннан бастап барлық жиынтықтар бар, 5-ші сыныпқа арналған. Және де 1-ші тоқсанда тағы да толықтырулар
жүріп жатыр, әлі де салынады. Сондықтан менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Окей, сәттілік сендерге. Goodbye, good luck to you. Сау болыңдар.